Саламатсыздар. Біз майонездің дүкеннен алған кезде зиянды екенін білсек те, біз аламыз, себебі бізге керек, салат жасаймыз. Соны енді қол жетімді заттармен үйдегі жағдайда жасап алуымызға болады. 15 секундта дайын болады. Оған бізге керек жұмыртқа бір. Жұмыртқаны салмастан бір міндетті түрде жуып алыңыздар. Қандай жағдайда жұмыртқаны жуып алу керек екенін білеміз. Бірақ та майонез жасағанда міндетті түрде жуып алыңыздар. Және керек қант бір, жарты қасық тұз, қара бұрыш және чеснок, горчица. Чеснок пен бұрышты қоспасаңыздар да болады, бірақ та онымен дәмдірек болады. Чесноктың ұсақтау езілгенін алған жақсы, ұсақтау езілген сатылады. Сұйық май 200 мл. Погружной блендер. Міндетті түрде бұған погружной блендер керек. Миксер болмайды. Мұны көргеніңіздеріңіздей жұмыртқаның сарысын блендердің ортасына салу керек. Блендер соның үстіне түсу керек. Мұны көрдіңіздер ме? 2 секундта бізде қою майонезіміз дайын болды. Міне, енді бізге керегі лимон қышқылы 1 ас қасық. Оның орнына уксус 6-9% қосуға болады, бірақ лимон қышқылымен өте дәмді болады. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Әртүрлі жаңа рецептер салып отырам. Пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Егер бір нәрсе түсініксіз болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Міндетті түрде жауап берем. Міне көріп тұрсыздар ғой, өте қою дәмді майонезіміз дайын. Балдарымызға да беруге қорықпаймыз. Және бұны тоңазытқышта 3 күн 4 күннен артық ұстамайсыздар. Бірақ мен білем, ол 3 күн 4 күнге жетпейді, тез бітеді. Қарағандарыңызға рахмет. Пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Міндетті түрде жасаңыздар. Уақыт кетпейді. Үйдегі бар заттан, қолда бар заттан жасауға болатын зат. Міне көріп тұрсыздар, өте қою дәмді майонезіміз дайын 15 секундта.